бүкіл әлемде бейбітшілік болсын. Мына ғажапты көргендер мында, көрмегендер мында. Günaydın dostlar. Ырсалды ынтымақ, бірлік, береке бастауы. Бүгінгі тақырып түрік-қазақ достығы. Төбе-бір түркі халықтарының ынтымақтастығын нығайтуға бел байлаған 16 қазақстандық ханымдар мен арып ішінде бір бидайдай болған бір мырза Түркияға келді. Анталия аймағындағы Финики қаласында өтетін өнер фестиваліне жол бойы өнерлерін шыңдай келді. Бұл жолы ханымдар сыр бойын емес, жерорта теңізінің толқындарын армансыз шарлап, рахаттана күніне қатталды. Нағыз керемет мына жерде басталды. Бұл жерде түркі әлемі мемлекеттерінің мәдени қоры ұйымдастырған мәдени іс-шара өтуде. Қазақстаннан да бұл фестивальға келіп қатысатын өзінше бір топ бар. Ашық аспан астында, таза ауада, самаладай жарқыраған шамдардың жылт-жылт еткен сәулесі, желмен желбіреген жалаулардағы ұлы тұлғалардың суреттері, тіпті үнді киносын тамашалаған ауыл балалары секілді аяқтарын салбырата дуалға қонақтаған жастар да құдды бір ертегідегідей әсер қалдырды. Ал бұған Майраның қуатты даусымен шырқаған Асыл Арман әні қосылғанда бүкіл Финики қаласының аспанында адамзат баласының асыл арманы қалықтап тұрғандай еді. Болгарлардың жылдам ырғақты биі Финики көшелерін ат тұяғының дүбіріне бөлігендей рухты екен. Сахнаның бір шетінде би клубының жалауын зор мақтанышпен көтеріп тұрған құс бүлдіршіннің жұдырықтай жүрегі біз де осындай өнерлі боламыз деген ишараны білдіре дүрсілдей соққаны анық. Өзгені қайдам, өз басым ирандықтардың либерализміне қайран қалдым. Шебер хореография көрінісі бар деу қиын әрине, бірақ қатал шариғат заңымен өмір сүретін елде денені ашық ұстап, аяқты биік көтеріп билейтін балет өнеріне бетбұрыс жасалының өзі қандай да бір өзгерістің лебін әкелгендей. Ираннан келген өнер ұжымының мына бір қойылымында еркіндікті аңсау, шектеу шеңберінен босануға ұмтылыс, жылтыраған үміт сәулесі, әлде бір жүректің дүрсілі, қандай да бір тілектің үні естілетіндей. Қазақстандық ерлі зайыпты өнерпаздар Күлтай мен Мәлесханның әні де жиналған жұртты дән риза еткені байқалады.
жігіттердің өнерін бұл жолы көре алмадық. Неге? Әлде бұл қалада өнерпаздар үйірмесі жоқ па екен? Енді өнерпаздар үйірмесі барлық жерде болады ғой. Бірақ мына түрік мемлекеті биыл сол Анкарада болатын жердегі фестивальда өздерінің өнерін көрсетеді. Енді барлық жерде өздерінің өнерлерін қайта-қайта бит көрсете бергеннен көрі Анкарада бір жерде ғана көрсеткісі келді. Сондықтан сол Анкара қаласында бізде көргіміз келеді. Түрік бауырлардың мәдениетінен бейхабар болсақ, арадағы толыққанды мәдени байланыс қалай нығаймақ деген ойда қалғанымыз рас. Көңілдегі көлеңкені Иран өнерпаздарының таңғажайып биі шайдай ашып жіберді. Ираннан келген буынсыз биші қыз осы биі үшін арнайы жүлдемен марапатталды. Фестивальдің бас жүлдесі болгарларға бұйырыпты. Сахнаның тақтайын тесіп жіберердей тепкілеп тұрып, ат ойлата билеген, қол аяғы балғадай 15 әйел алмағанда кім алсын бас жүлдені? Ең бастысы, ұмытып кетпей, мемлекетінің туын өздерімен ала келген патриоттық сезімдерін айтсаңшы. Браво, достар! Жүрекпен ұқсып, ниетпен табысқан жерде тіл рөл ойнамай қалады екен. Фестиваль қонақтарымен достық көңілімізді лайша мүрледік. Осындай фестивальдар жылда болып өтіреді. Анталияның Финики қаласында, мінекей биыл осы жерде өткізіп жатыр. Былтыр мысалы Фетхие қаласында, қазір бірнеше жерде осы фестиваль жалғасуда. Анкарада болып жатыр, Фетхиеде болып жатыр. Сол сияқты әр қалаларда әртүрлі мемлекеттен келген өнерпаздар өздерінің өнерлерін көрсетуде. Бұл фестивальді кімдер ұйымдастырып жатыр? Біздің Қазақстанның қандай қатысы бар бұл фестивальға? Финики қаласының әкімшілігі ұйымдастырады, ал біздің Қазақстанның түрік мәдени қоры өзіміздің 25 жылдан бері осы түркі тілдес елдердің арасында жүргізіп жатқан қорымыз бар. Сол қордың бізге деген көмегіменен балалардың өнерін, жалпы өзіміздің Қазақстанның өнерін осы шет елдерге келіп көрсетуге, біздің өзіміздің салт дәстүріміздегі қандай аспаптар бар екенін көрсетуге 25 жылдан бері еңбек етіп келе жатырмыз. Демек, біздің қазақ халқының ұлттық мәдениетіменен таныстыру ғой, және екі халықтың ортасындағы достықты, мәдени қарым-қатынасты нығайту мақсатымен жеткізіліп жатқан. Мынау Финики қаласында өткен фестивальға қанша мемлекет қатысты? Бұрын көп мемлекеттер қатысады, қазіргі жағдайға байланысты Ираннан келді, Болгариядан, Қазақстаннан келді. Енді Анкарада болатын жерде басқа мемлекеттер өнер көрсетуде. Ираннан бұл фестивальға екі өнер тобы келді. Бізді таңғалдырғаны, Иранның енді мұсылман мемлекеті екенін біз білеміз ғой. Әдетте мынау қара киініп отырған келіншек секілді бұлар жабық киінеді, ұлттық киімдері. Ал бірақ осы жолғы фестивальға келген ирандықтардың өзін-өзі ұстауы, киінуі, көрсеткен өнері кәдімгі Европадағы еркін елдер секілді өздерін ұстағанына шыны керек біз өте қатты таңғалдық. Фестивальға келушілерді таңғалдырған тағы бір жай болды. Ол түрік халқының ит пен мысыққа деген құрметі. Финики қаласын ит пен мысықтың жұмағыма деп қаласын.
Көргендерімізге таң қалып қана қоймадық, өзімізде басқа жұртты таң тамаша еттік. Немен дейсіз ғой? Мына түркі елінде біздің қазақтардың мынау аспандағы аққуға әнін қосқан Ахан Серінің, Салбыржан, Үкілі Ыбырайдың жалғастары ғой, кешегі әншілеріміз ән шырқап жатыр. Анау, күйшілеріміз мынау ұлы дала сарынына саз берген Қорқыт бабамыздың қобызында келіп біздің қызымыз қалай сахнада тәнті етті өнерімен. Тұрсаң мен сендік, жаным құрбан ақыл, мен де сені сүйемін, жарқыным аяу, илік ай сәулем, илік ай сәулем, илік ай ай. Өнеріміз өз алдына ұлттық киімімізге қызығып, суретке түсуге сұранушылар көп болды. Дина мен Зәуреш дефиле жасаудан шаршамады. Осы жолғы Қазақстан делегациясы түрік мәдениетінің қандай тағы түрлерімен, тағы қандай мәдениетімен таныса алды? Финике қаласында Ататүрікке арналған 2019 жылдан бастап ашқан паркі бар екен. Сол саябағын ғана көрдік. Бұрынғы 2-ші ғасырдан бері келе жатқан өздерінің тарихи орындарын барып көрдік. Ежелгі қаланың орны десе болады. Ежелгі қаланың орны, иә. Біздің дәуірімізге дейін 2000 жыл бұрын салынған бұл қала әу баста Ликия деп аталатын парсылар мекені болған екен. Ғасырлар бойы бірнеше цивилизацияны бастан кешкен. Александр Македонский әскерінің шапқыншылығы, Рим империясы, ол құлағаннан кейін Византия иелігі, 13-ші ғасырда түрік селжуктардың меншігі, ең соңында Осман империясының иелігіне өтіп, Лимира деген атау алған. Финикеден 7,5 шақырым жерде орналасқан Лимира қаласының бүгінде қирандылары ғана қалыпты. Мұнда 3700 адам сиятын амфитеатр болған екен. Осынау үйіліп жатқан кесек тастардың арасынан ежелгі Ликия мен Рим сәулетін айшықтайтын сынық қалдықтарды кездестіресіз. Басқа жартымды дерек сақталмапты. Бұл аймақ ежелгі мәдениеттің ортасы іспеттес. Финике қаласының маңайында Ареканда, Мира, Родиаполис, Олимпос деген ежелгі қалалар мен архитектуралық ескерткіштер бар екені белгілі. Бірақ біз орналасқан отельде тарихи орындарға саяхаттау сервисі айтарлықтай жолға қойылмады ма екен? Әлде фестивальді ұйымдастырушылар қонақтарын ежелгі мәдениетпен таныстыруды маңызды деп санамады ма? Әйтеуір Финике қаласының арғы бергі тарихы мен мәдениетінен сусынымыз қанбай қалды. Таныс болыңыздар, фестиваль күндері балғын өнерімен айды аспанға шығарған 6 жасар Еркеназ Темірболат деген қызымыз осы. Жортқанда жолың болсын, әнші балапан. Фестиваль өткен Финике қаласы және біз тоқтаған Пресади Финике отелінің сервисі туралы аз кем ақпарат. Финике Түркияның Анталия провинциясындағы шағын курортты қала. Анталиядан 130 шақырым қашықтықта Теміре мен Комлучы қалаларының ортасында Жерорта теңізінің жағасында жатыр. Жазы ыстық, қысы жұмсақ. Біз жатқан отель 5 жұлдызды деп есептеледі. Бұл араның стандарты солай болса керек. Әйтпесе, үлкен қалалардағы 5 жұлдызды отельдермен салыстырғанда 3 жұлдызға сай деген дұрыс сияқты. Тамақтандыру мәселесінде инклюзив стандарты енгізілген. Жағажайдан бастап бар, ресторанда таңғы 7-ден жарым түнге дейін 7 рет тегін тамақтануға болады. Мына жерде шамаменен 1000-ға тарта адамдар тамақтанатын жер енді. Іште де адамдар отыр. Мынау сыртта. Ана бір жерде шашылып пісіп жатыр. Ана бір жерде тағы да бір тамақ істелініп жатыр. Тамақтың иісінің өзінен адамның тәбеті ашылады екен. Салқын ауа, жан жақта керемет көрініс.
Бір қызығы, демалушылар 3 категорияға бөлінген. Кірген бетте білегіңізге отельдің атауы жазылған қызыл, көк, ақ түсті суда езілмейтін білезік тағып қояды. Ақ пен көк түсті білезік иелерінің құдайы жарылқаған. Олар үшін алкоголь сусындары мен жаңа сығылған шырындар тегін беріледі және шыны стакандармен. Ал ақ түсті білезік иелері аздап шөміштен қағылған. Олар алкоголь сусындары мен жаңа сығылған жеміс шырындарын тегін ала алмайды және қайнап тұрған шәйге дейін қағаз стаканға құйып береді. Қазақстандықтарға ақ білезік бұйырыпты. Ақ білеке. Қандай өкініш. Перед камерой, вот что значит. Репетициямыз болды. Иә, не? Қандай өкінішті. Жаздың өтіп кеткені. Алматыда күз түсті. Бірақ Бибай екеуміз Турцияға келіп жазды жалғастырып жатырмыз. Біздің қадымдардың фантазиясынан амал артылған ба, берсең қолыңнан, бермесең жолыңнан деген қағиданы дереу іске асырып жібердік. Шектеу жоқ, қызыл, көк білезік иелерімен жақын танысып алдық. Қысқасы, ештеңеден кенде болмадық. 10 күн бойы сырдың суы сирағымыздан келместен думандатып жүрдік. Жағажайда көрген мына бір жайт ойлы адамның назарын аудармауы мүмкін емес. Қарапайым түрік әйелі 2-3 күнде бір келіп, осылай арасына ет салған күлшесін пісіріп, табыс тауып кетіп жүрді. Түріктер нарыққа әбден бейімделген, өмір сүруді біледі. 85 миллион халық бар Түркия импортқа тәуелді емес, бәрі өздерінен шығады. Рас, техника мен технологиялар дамыған заманда бір елдің екінші бір елге қандай да бір ғылыми өндірістік жетістіктерге байланысты тәуелді болмауы мүмкін емес. Әйтсе де, түрік мемлекеті тағам мен күнделікті тұтынатын тауарлар мәселесінде ешкімге жәудірместен өзін өзі асырай алады. Бұған халқы да, билігі де пісіп жетілген. Жері бай, елі дархан, қазақ деген мемлекетте дүниеге келгеніне шүкір. Сөздің шыны керек, күлшелі бала сүйкімді ма деп қалдым ғой. Иә, қалталы адамды кім жақсы көрмесін? Түріктер де солай. Әуелден сіздерге өзім байқап қалған мына бір қызық жайды айтайын. Түрік лирасының барлық купюрасында Ататүріктің суреті бар. Назар аударып қарасаңыздар, лира құны төмендеген сайын Ататүріктің суреті қырын қарай береді. Міне 200 лирада Ататүрік тура қарап күлімдеп тұр. 100 лирада да солай. Елу лирада сәл қырынан кетті. 10 лирада кәдімгідей қырын қарап қалды. Ал 5 лирада мүлдем қырын қарап кетті. Қызығы, бәлкім, бұл халықтың психологиялық портретінің өзіндік бір символикасы ма екен? Кім білсін? Түркі тектес халықтардың бір өзара ынтымағына мен өте ризамын. Ұлтаралық келісім, тұрақтылық, халықтардың арасындағы ынтымақтастық, мәдени байланыс, сабақтастық, достастықты нығайтуға өте керемет шара болды бұл. Кенеке қаласының әкімінің қабылдауында болды. Қандай жылы тілектер айтылды, жақсы бір-бірімізге ықылас айтылды. Осы түрік халықтарының қонақжайлылығының өзі, ыстық ықыласымен 10 күн бойы бізді керемет құрметтеген сыйының өзі көңілге бір шуақты, нұрлы, сәулелі ізін қалдырып жатқан жоқ. Әрине, күндеріміз өте керемет өтіп жатыр деп, өзіміз ризашылығымызды білдіреміз. Бұл сапардан кім қандай ой түйді білмеймін, өз басым фестивальге қатысқан 3 мемлекет халқының мәдени психологиялық портретінің бір қырына куә болғандаймын. Ирандықтар буынсыз би өнерін меңгеріпті. Болгарлар рух пен қуатқа толы қимыл қозғалысты ту етіпті. Ал қазақтардың ес білген баласынан еңкейген қартына дейін өзі мекендеген дархан даласы сияқты кең де ашық жарқын үнді, көкірегі күйге, көмейі жырға толған толағай дарын иелері екеніне көзім жетті.